Сәлем достар. Бүгін бізде жүрекке жол тартқан кітаптардың бірі Қаныш Сәтбаевтың кітабына талдау жүргізетін боламыз. 10-шы сынып болады сіздермен бірге Дамира, Айжан, Гаухар және мен Ағакер. Сәтбай ауылға қарасты екі ауыл болады. Оның бірі үлкен ауыл және кіші ауыл. Кіші ауылда Имантайға қарайды, яғни Имантай жаңағы Қаныш Сәтбаевтың әкесі болады. Сол Қаныш Сәтбаевтың әкесі Имантай 2 жылдан кейін дүниеге тағы да нәресте келеді. Сол нәресте Қаныш болады. Айжан осы жерде тағы бірдеңе айтуға келіп дүниеге келуінің өзі құбылыс сияқты болған негізі. Өйткені әкесі ол Жолшыбай жаңағы жорықтан келе жатқан кезде ол тұрақтап бір айдалада ұйықтап сол жерде қалады. Көріп кеткен кезде атын естеп қойғаннан кейін сол кезде оның үстіне бір аян келеді. Үстінде бір атаны көреді. Сол кезде ол айтады: сен уайымдама, сенің балдарың дүниеге келеді, әлі сенің ұрпағың болады. Балаң сенің есіміңді, сенің атаңның есімін бүкіл әлемге танытатындай бір ұрпақ дүниеге келеді. Қаныш Сәтбаев мектепке барады. Мектепте ол Қаныштай деп аталғанымен, бірақ ол Қаныш атанып кетеді. Орыс мектебіне барады. 11 жасар Қаныш үлкен балалармен оқиды. Класс жетекшісі Григорий Васильевич болады. Азаматтық соғыстың салдарынан оқу өте қиынға соқты. Соның бірі Қаныштың да басына түскен болатын. Технология институтының кен факультетіне емтихан тапсырады. Ол 3 емтиханның 3-інен де сүрінбей өтеді. Студенттік өмірге қадам басады. Ол студенттік өмірге қадам басқаннан кейін ол кезде жатақханада тұру қиынға соғатын. 400 грамм қара нанның өзін алып ішу үшін кезектеп асханаға тұру керек болды. Қаныш солай үй таба алмай жүрген кезде оған сүйікті мұғалімі Михаил Антонович ұсыныс тастайды: менің үйіме тұр. Қаныш басында бас тартқанмен, бірақ ол амал жоқ болғаннан кейін сол жақта тұруға мәжбүр болады. Қаныштың қасиетінен тоқталатын болсақ, қазақтың жанашыры деп бекер айтпаймыз. Қазақтың тіліне де баса назар аударады. Жобалар жасап жүргеннің өзінде жердің тарихын білгісі келеді. Тарихын біліп, оны тереңірен мына жер неге былай айтылған, мына жер кезінде неге былай айтылған, немесе мына орысша болса мынаны қазақшаға аударайық деп қайта соны зерттей берген. Бір зерттеу барлау жұмыстарын жасап жүрген кезде кез келген жерге тоқтап, осы жердің тарихымен неге былай айтылған деген сұрақпен сол жерде зерттеп жүретін болған. Егер де кімде-кім осы айтып отқан әңгімесіне татар немесе орыс тілдерін қосатын болса, онда жеңіліп қалады дейді. Жеңген адамға осы басты береміз дейді. Сөйтіп, бірінші тәшті етіп бастайды. Басын әңгімені әдемі әкеле жетіп келгенде орыс тілін қосып жеңіліп қалады. Нұр қиысып келеді да, ол да әңгімесін бастайды. Ол орыс тілін қосып жібереді. Сөйтіп ол да жеңіліп қалады. Қаныш атамыз 5 минут емес, тіпті 10 минут бойы осы қазақ тілінде сөйлейді. Ешқандай орыс тілінде, татар тілінде қоспайды. Яғни осыған қарап, Қаныш атамыздың қандай өзінің қазақ тіліне деген жанашырлығын көре аламыз деп ойлаймын. Мен осы жерде Қаныштың ғылымға деген адалдығын байқадым. Өзінің өмірі бола тұра, өзінің өмірін өзіне емес, керісінше өзінің халқына арнады, бар өмірін ғылымға арнады. Өмірін сол Жезқазған қаласын ашуға арнады десем де болады. Өйткені ол адам баспайтын жерге барып, жалғыз өзі сол жақты зерттеп, керін тапқан болатын. Негізгі жаңалықтарының бірі ғой. Ұлы Отан соғысы кезінде танкілердің оғы жетпеген болатын. Сол оғы жетпеген кезде сол Жезқазған қаласындағы мыстан алып, сол жерден оқтар жасаған болатын. Осында айтылған әңгімеге қарап, Қаныш атамыздың қандай керемет, қандай еңбекқор адам екенін байқауға болады. Осы Дамираның айтып кеткеніне мен де қосыламын. Қаныш Сәтбаев тек қана қазақ тілдің саласына ғана көңіл бөліп қана қойған жоқ. Оның ең бір керемет еңбектерінің бірі осы ғылым академиясының ашылуы. Осы Алматыда бізде ғылым академиясы бар, өте үлкен, іргетасы биік қаланған, терезесі тең десе де болады, бірақ қазіргі күні біз оның жұмыс жасағанын тоқтатылғанын көруге болады. Қаныштың қандай ірі тұлға екенін, оның қандай еңбек жасағанын, халықтың қандай жанашыры екенін біз осыдан ақ аңғаруымызға болады. Құрметті көрермендер, егер де сіздерге осы жүрекке жол тартқан кітап жобасы сіздерге көңіліңізден шығатын болса, онда бізді осы кітапханадан көздеріңізді алмай, жолдарыңыз ешқашанда үзілмей, осы кітапханадан келіп кітаптарды алып оқуларыңызға болады. Сіздермен болған 10-шы сынып оқушылары, сау болыңыздар!